Сәлеметсіздер ме достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін біз сіздермен піскен күйінде ыстықтай бірден желініп кететін өте дәмді әрі ерекше жұп-жұмсақ болып шығатын пияз нанды бірге жасайтын боламыз. Бұл пияз нандарды бір сағаттап ашытудың қажеті жоқ, небәрі 10-15 минут ішінде жасап шығуға болады. Қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ, дәмі деген енді керемет. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп жіберіңіздер және видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен ұнымызды осылай електен өткізіп дайындап аламыз, және де бізге жылы судың үстіне 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық дрожжымызды салып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз. Содан соң дайын болған сұйықтығымызды ұнның үстіне құйып, осылай қасықтың көмегімен араластырып, сондай-ақ сұйық майымызды да құямыз осы кезде, және барлығын жақсылап араластырып, кейіннен қолымыздың көмегімен жұмсақ қамырды илейміз. Біздің қамырымыздың құрамында сұйық май болғандықтан, қамырымыз қолға қатты жабыспайды, әрі өте жұмсақ болып шығады. Қамырымыздың құрамында дрожж болғанымен ұзақ уақыт ашытудың қажеті жоқ, 5 минутқа ғана бетін жауып, 5 минуттан соң тағы бір илеп алатын боламыз. 5 минут өткеннен соң қамырымызды тағы бір басып, бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге 2-3 пияз қажет болады. Пиязымызды осылай видеодағыдай жіңішке әрі ұсақ етіп турап алатын боламыз. Және өз қалауыңызша кез келген дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырып алдым. Енді үстеліміздің үстіне ұнымызды сеуіп, дайын болған қамырымызды 1/2 бөлікке бөліп аламыз. Бұдан бізде 2 үлкен пияз нан шығады. Қамырымыз иілгіш, жұмсақ әрі қолға жабысуы мүмкін. Сол себепті үстеліңіздің үстіне көбірек ұн себе отырып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырды мүмкіндігінше жұқалап жайсаңыздар болады, сонда біздің пияз нандарымыз өте жұмсақ, сондай әдемі болып шығады. Енді кезекте үстіне ертілген сары майымызды жағып шығамыз. Және осы кезде нанымызды тең 2-ге бөліп алатын боламыз. Содан соң үстіне пиязымызды осылай біркелкі жайып шығамыз. Енді нанымызды екі жағынан да осылай рулет секілді орайтын боламыз. Бұл жерде біз нанды 2 бөлікке бөлу себебіміз, нанымыз ортасы қалың болып, піспей қалуы мүмкін. Сол себепті осылай 2 бөлікке бөліп, нанымызды осылай ұлу секілді орап шығатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызды пергамент қағаз төселген противенімізге орналастырып, үстінен осылай басып шықсаңыздар болады. Сондай-ақ үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауыңызша кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Нанымыз қызып тұрған 220 градус пеште шамамен 25-30 минут аралығында піседі. Осымен біздің өте дәмді пияз нанымыз дайын. Назарларыңызға көп рахмет.